Садақа берудің 10 әдебі. Садақаны шын жүректен, ықыласпен беру. Садақаны адал еңбекпен тапқан ақшадан беру. Біреуден тартып алған, харам келген ақшаны садақаға беру күні арқалатады. Садақаны мұқтаж жандарға беру. Ал мұндайлардың қатарына пақырлар мен міскіндер, жағдайы нашар жандар, жетім мен жесірлер, қарызға белшесінен батқандар кіреді. Садақаны өзіндегі мал дүниенің ең жақсысынан беру. Керек қылмай тастаған затты, сол сияқты ескі құсқыны садақаға беруге болмайды. Садақаға өзіне ұнамды, қымбат нәрсені беру. Өзі қатты жақсы көретін нәрсені садақа ету сауапты арттырады. Берген садақасын міндетсінбеу. Қайырымды іс жасап тұрған адам өзінің садақа беруге мұқтаж екенін білгені жөн.